Ana ekran görüntü. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі тәжірибе алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тәжірибе алаңының тақырыбы табысты оқытудағы қадам, идеядан және нәтижеге. Бізде Аягөз ауданы, Жаңа Семей ауданы, одан кейін Мақаншы ауданының әріптестеріме сәттілік тілеймін. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут. Сол 5 минутта өздеріңіздің жаңа авторлық бағдарларыңызға толық тоқталып кетесіздер. Содан кейін кезекпе-кезек мен аты жөндеріңізді айтып отырамын. Сол бойынша қорғайсыздар, иә. Ал енді сәттілік. Мен бастайық. Біз бірінші Аягөз ауданынан бастаймыз. Бірінші Жұбадилова Назгүл Қанатбековна, номер 10 Қазақ мектеп гимназиясының биология пәнінің мұғалімі, педагог зерттеушіге өткелі отыр бұл кісі. Сөз кезегі өзіңізде, Назгүл Қанатбековна. Ал бастай беріңіз. Көріп тұрмаймын. Сәлеметсіздер ме? Мен Абай облысы Аягөз ауданы білім бөлімінің номер 10 Қазақ мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі Жұмадилова Назгүл Қанатбековна боламын. Мен бүгін сіздерге 9 сыныпқа арналған элективті курс бағдарламасы таныстыратын боламын. Бұл бағдарламаның негізгі тақырыбы қазіргі биотехнология генетикалық инженерия деп аталады. Бұл курстың негізгі мақсаты оқушыларға биотехнология мен генетикалық инженерия негізін түсіндіріп, оларды ғылыми тұрғыда зерттеу дағдыларын қалыптастыру, биотехнологиялық әдістерді қолдану арқылы табиғат пен адам денсаулығына қатысты мәселелерді шешуге бейімдеу болып табылады. Негізгі міндеттері биотехнология мен генетикалық инженерияның негіздерін түсіндіру, биотехнологиялық әдістердің ауыл шаруашылығы мен экологияда қолдануын зерттеу, генетикалық инженерияның медициналық зерттеулерде рөлін түсіну, және де оқушыларға осы биотехнология саласында ғылыми жобаларды жүргізуді үйрету, биотехнологиялық мәселелерді талдай отырып, сыни ойлау дағдыларын дамыту. Одан кейін инновациялық әдістер мен мультимедиалық құралдарды қолдану арқылы биотехнология мен генетикалық инженерияның келешекке бағытталған шешімдерін көрсету болып табылады. Қысқаша түсіндірме жұмысқа тоқтала кететін болсам, жоғарыда айтып кеткендей, қазіргі биотехнология мен генетикалық инженерия бұл курс 9 сыныптарға оқушыларына арналған, аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сағат көлемінде өткізіледі. Курс барысында оқушылар биотехнология мен генетикалық инженерия саласындағы негізгі принциптер мен әдістерді зерттейді. Оқушылар биотехнологияның ауыл шаруашылығында медициналық зерттеулердің экологияда қолдануын түсініп, генетикалық инженерияның дамуы мен жаңа ғылыми жетістіктеріне назар аударатын болады. Енді бұл жерде мен рецензиямен пікір алмасқан болатын. Рецензияны Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде биотехнология және биология факультетіндегі молекулярлық биология және генетика кафедрасының доценті, PhD докторант қауымдастығының профессоры Тайпақова Сабира Мықтыбекқызынан алған болатын. Және де екінші пікірді зерттеуші педагог Астана қаласындағы Жүргенов атындағы мектеп-лицей биология пәнінің маманы Сағатбекова қанымнан алған болатын. Бұл жобаның негізгі ғылыми жаңалығы, бұл курс биотехнология мен генетикалық инженерияның негізгі принциптерін мектеп деңгейінде оқыту арқылы оқушылардың ғылыми ойлау қабілетін арттырып, болашақта осы салада зерттеу жұмыстарын жүргізуге
дайындықты қамтамасыз етеді. Енді өзектілігіне тоқтала кететін болсам, қазіргі заманда биотехнология мен генетикалық инженерия саласы ғылым мен өндірістің маңызды салаларының бірі болып табылады. Осы курс биотехнология мен генетикалық инженерияны терең зерттеуге мүмкіндік береді. Әрі оқушыларды осы салалардағы болашақ мүмкіндіктермен таныстырады. Курстың өзектілігі білім берудің жаңа технологияларын қолдану арқылы оқушылардың зерттеу және ғылыми жұмыс дағдыларын дамытуға бағытталған. Енді осы негізінен жаңағы айтылып кеткен мақсат міндеттен практикумды табысты аяқтаудың нәтижесінде оқушылар күтілетін нәтиже, оқушылар биотехнология мен генетикалық инженерияның негізгі принциптері мен әдістерін меңгеріп, олардың практикалық қолданылуын түсінеді. Оқушылар ауыл шаруашылығындағы биотехнология мен генетикалық инженерияның рөлін зерттей отырып, ғылыми жобалар жүргізе алады. Одан кейін оқушылар генетикалық инженерия әдістерін медициналық зерттеулерде қолдануды маңыздылығын түсініп, талдау дағдыларын қалыптастырады, және де биотехнологиялық мәселелерді сыни тұрғыда талдап, ғылыми жобалар мен зерттеу жұмыстарын жасау қабілеттерін дамыта алады. Енді менде курс, жалпы элективтік курстың мазмұны 5 бөлімнен тұрады. Биотехнологияның негіздері, яғни бұл бөлімге 6 сағат, генетикалық инженерияның негіздеріне 8 сағат, ауыл шаруашылығындағы биотехнология 6 сағат, медицинадағы биотехнология 7 сағат, биотехнологияның болашағы бұл бөлімге 7 сағат бөлінген, жалпы 34 сағат. Енді бұл жерде бұл курстың ерекшелігіне тоқтала кететін болсам, жалпы негізгі курста әр бөлім біткен кезде жаңағы қорытынды тест ретінде немесе бақылау жұмысы ретінде көбінесе жазбаша жұмыстар орындалатын. Ал бұл жерде курстың ерекшелігіне тоқталатын болсам, әрбір бөлімнен кейін жаңағы оқушылар өздерінің кішігірім ғылыми жобаларын жасап, солармен таныстырып, жаңағы өздерінің ғылыми жоба жасап, ары қарай өзін қорғауға, мектепшілік кішігірім ғылыми конференцияның ұйымдастыруымен олар өздері ары қарай үйренуге мүмкіндік алады. Енді мына жерде жалпы күнтізбелік тақырыптық жоспар жаңағы айтып кеткен бөлімдер бойынша бір жасалған, 34 сағатқа арналған. Осы 34 сағатқа арналған болғандықтан бұл жерде жаңағы 34 қымыжы жасалынған. Әрине бұл жерде енді әртүрлі әдіс тәсілдер қолданған. Негізінен енді өздеріңіз бақылап қарап отырсаңыздар, менің жаңағы осы элективті курс бұл ғылыми жоба жасауға негізделген, жаңағы оқушылардың ғылыми және зерттеу жұмыстары дағдыларын қалыптастыру бағытына бағытталған болып келеді. Бұл жерде енді әртүрлі топтық жұмыстар, жұптық жұмыстар жасалынады. Негізінен топтық жұмыстарға көңіл бөлінген, зерттеу жұмыстар болғандықтан жаңағы зертханалық жұмыстар, яғни тәжірибе алаңы әдістері, жоба жасау әдістері, дискуссия, пікірталас, презентация және интерактивті мультимедиалық құралдарды пайдалану арқылы, қазіргі кезде бізде өзекті болып табылатын жасанды интеллекттерді пайдалану арқылы, осы жаңағы курста осы әдістерді пайдалану арқылы балалар өздерінің зерттеу дағдыларын қалыптастыратын болады. Және жоғарыда айтып кеткендей, жаңа қысқаша жаңағы жобаларды дайындау барысында осы мектепшілік әр бөлімнен мектепшілік ғылыми конференциялар ұйымдастырып, осы конференцияда балалар өздерінің жобаларымен таныса алады. Енді жалпы осы курс барысында өзімнің мектебімде қолданылған жетістіктердің нәтижесі жалпы осы. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, дайынмын. Жақсы, Назгүл Ғалымбекова, көп рахмет. Екінші, Сабыржан Қапасов атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің биология пәні мұғалімі Шакенова Назгүл Сансызбаевна. Сөз кезегі сізде. Көрініп тұр ма? Шығып тұр ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі іс тәжірибе тарату алаңына келген барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін.
Өзімнің бүгінгі сіздермен бөліскелі отырған тәжірибем бұл авторлық бағдарлама 8-ші сынып оқушыларына арналған 34 сағаттан тұратын салауатты өмір, денсаулық кепілі деп аталады. Жалпы бағдарламаның бағыты ол жаратылыстану бағыт. Бағдарлама оқушылардың денсаулыққа қатысты ғылыми білімін жетілдіруге және олардың салауатты өмір салтын ұстануға ынталандыруға бағытталған. Оқушылар алған білімдерін күнделікті өмірде қолдану арқылы өздерінің физикалық және психикалық денсаулығын нығайтуды үйренеді. Бағдарламаның өзектілігі: статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жасөспірімдер арасында жүрек қан тамыр аурулары, қант диабеті және семіздік сияқты созылмалы дерттердің жасарып келуі байқалады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бұл жағдайдың негізгі себептері ретінде дұрыс тамақтанбау, дене белсенділігінің аздығы, зиянды әдеттерден ерте бастауды қабылдау сынды факторларды айтады. Осы бағдарлама арқылы оқушыларға денсаулықты сақтау және нығайту тетіктерін түсіндіре отырып, оларды жеке өмірде қолдану құзыреттілігін қалыптастыру. Бағдарламаның жаңашылдығы: бұл жинақта оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға басымдылық беріліп, зерттеу жұмыстары, жобалық тапсырмалар, тәжірибелік жұмыс түрлері кеңінен қамтылған. Сондай-ақ заманауи ғылыми деректер негізінде әзірленген материалдар денсаулыққа қатысты өзекті мәселелерді қарастыруға мүмкіндік береді. Бағдарламаның мақсаты: жасөспірімдерге денсаулықты түрлі аспектілерін ғылыми түрде түсіндіру арқылы салауатты өмір салтын негіздерін қалыптастыру, ағзадағы физиологиялық процестер мен жүйелердің жұмыс істеу механизмдерін зерделете отырып, зиянды әдеттердің салдарын дәлелді түрде талқылау, оқушылармен зерттеушілік қабілеттерін дамыту, деректер жинау, талдау және қорытындылау дағдыларын жетілдіру мақсатында шағын тәжірибелер мен жобалық жұмыстар жүргізу. Міндеттері: денсаулықты сақтау мен нығайтуға қатысты биологиялық процестерді түсіндіру, ағзаның қорғаныс жүйелері мен бейімделу механизмдерін зерттеу, тамақтанудың биологиялық рөлі мен зат алмасудың маңызын талдау, физикалық белсенділіктің адам ағзасына әсерін ғылыми негізде түсіндіру, зиянды әдеттердің физиологиялық салдарын зерттеу және олардан бас тарту жолдарын ұсыну, биологиялық сауаттылықты дамыту арқылы ғылыми деректермен жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру, салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған ғылыми зерттеулер жүргізуге ынталандыру, өмірлік дағдыларды дамыту арқылы оқушылардың өз денсаулығына жауапкершілігін арттыру. Күтілетін нәтиже: оқушылар денсаулықты сақтау және нығайтудың ғылыми негіздерін меңгереді, биологиялық процестерді түсіну және талдау дағдылары жетілдіріледі, дұрыс тамақтану мен физикалық белсенділіктің маңызын түсінеді, зиянды әдеттердің алдын алу шараларын біледі және олардан аулақ болу жолдарын үйренеді. Ғылыми зерттеу жүргізу, алынған мәліметтерді жүйелеу қабілеті дамиды, салауатты өмір салтын ұстануға саналы көзқарас қалыптасады, өмірлік маңызды дағдыларды меңгеріп, денсаулыққа жауапкершілікпен қарауды үйренеді. Денсаулыққа байланысты биологиялық білімдерді күнделікті өмірде қолдана алады. Зерттеу нысаны ол 8-ші сыныпқа арналады. Практикалық маңызы: ұсынылып отырған авторлық бағдарламаны пән мұғалімдеріне, сынып жетекшілерге және ғылыми жобамен айналысатын оқушыларға пайдалануға болады. Курсты ұйымдастыру формасы: ол дәріс, сабақтар, семинар, кіріктірілген сабақ, тәжірибелік зертханалық жұмыс, жобалық жұмыс, топтық жұмыс, денсаулық жәрмеңкесі, тренинг, сұхбат алаңы, денсаулық күні, шығармашылық сабақтар сияқты түрлі белсенді формалармен ұйымдастырылады. Курсты аяқтау формасы: курс соңында оқушылар түрлі шығармашылық сайыстарға қатысады, өздерінің жобаларын, баяндамаларын, мақалаларын немесе ғылыми жұмыстарын жазып көпшілік алаңында қорғайды. Сонымен қатар денсаулықты сақтау тақырыбында инфография, комикс, буклет немесе бейнеролик жасау сияқты өнімдер арқылы оқу қорытындыларын шығарады. Зерттеу нысандары: зерттеу барысында жұмыстың мақсат міндетіне сәйкес денсаулықты сақтау, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттердің алдын алу, физикалық белсенділік пен ағза жүйелерінің қызметі туралы ғылыми еңбектер мен отандық және шетелдік зерттеулер жинақталып, талдау жасалады. Сонымен қатар жинақтау, дәлелдеу, қорытындылау, сұхбат алу, сауалнама жүргізу, бақылау және алынған нәтижелерді сараптау әдістері қолданылады. Бұл әдістер оқушылардың ғылыми зерттеу дағдыларын дамытуға және функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Пәнаралық байланыс: әрине ол математика, химия, физика, дене шынықтыру, психология пәндермен байланысқан. Мына жерде бағдарлама менде 6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде салауатты өмір салтын
биологиялық негіздері, екінші бөлім дұрыс тамақтанудың биологиялық маңызы, үшінші бөлім физикалық денсаулықтың биологиялық әсері, төртінші бөлім күнделікті режим және биологиялық ырғақ, бесінші бөлім зиянды әдеттердің биологиялық әсері, алтыншы бөлім денсаулықты нығайтудың биологиялық әдістері. Ақпараттық әдістемелік бөлімде, яғни бағалаудың екі түрі: деректерді талдау, зерттеу жобалары арқылы, мазмұндық бағыттар, денсаулық және ағза жүйелері, тамақтану зат алмасу, физикалық белсенділік, зиянды әдеттер, биологиялық ырғақ деп бөлініп отыр. Мына жерде оқушылармен курс аясында жүргізілген жұмыстардан көрініс: мониторингті 8-ші сыныпта 22-23 оқу жылында менде 8-ші сыныптар 69% болатын болса, мына жерде келесі жылындағы 2-8 сыныптарда 72%, одан кейін 74%-ға өскенін көріп отырмыз. Осы курс аясында оқушылардың шығармашылық қабілеттері дамып, әртүрлі сайыстарға қатысып отыр. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, жалпы білім беретін пәндер бойынша аудандық жүлдегерлердің мадақтамалары көрсетіліп отыр. Мына жерде тағы да сондай аудан көлемінде өткізілген сайыстар, республикалық ақбота марафоны, сол сияқты мен аудан көлемінде 2 мектепке осы өз бағдарламамды ұсынып апробациядан өткіздім. Жаңа Шыңғожа Батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектептің оқушыларының жетістіктері, одан кейін ауданымыздағы бірінші жалпы орта білім беретін мектебіндегі оқушылардың жетістіктері көрініп отыр. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Мына жаңа сөйлеген мақаштағы әріптестер, сіздерге өтініш, қазір бізге фотоотчет сұрап отыр облыс, сондықтан да камераларыңызды ашып қойсаңыздар, түгелдеріңіз бір скрин жасап алсақ, иә? Басқа аудан мұғалімдер сіздер айтып тұр ме? Жақсы, рахмет. Қарап қалсаңыздар, біз бір неге общий скрин жасап қойсақ. Самат деген кісі, сіз ашқан жоқсыз видеоңызды. Өйткені Аягөз ауданда менде 7 мұғалім бір точкадан қосылып отыр да, сондықтан да сіздердің фотоларыңыз қажет болып тұр маған. Жақсы, тәжірибелер алаңды ары жалғастырамыз. Бізде номер 5-ші жалпы білім беретін орта мектебінің биология пәні мұғалімі Шонашева Аида Газизовна, сізге сөз кезегі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге ұсынғалы отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы генетикалық есептер. Қазіргі білім беру жүйесіндегі оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру негізгі мақсаттардың бірі болып табылады. Бұл білім алушының алған білімін күнделікті өмірде қолдана білуге, қабілетті, сонымен қатар сыни ойлау, талдау, проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға негізделеді. Осы жолда генетикалық есептер шығару осы мақсатқа қол жеткізудің тиімді тәсілдерінің бірі. Себебі бұл әдіс теорияны практикамен байланыстыратын, оқушыларды өмірлік мәселелерді шешуге үйрететін нәрсе. Яғни авторлық бағдарламаның негізгі мақсаты оқушыларға генетиканың негізгі принциптері мен есептерді шешу әдістерін үйрету арқылы функционал сауаттылығын арттырып, оқушылардың білім, білік дағдыларын дамыту, олардың ғылыми дүниетанымын және сыни ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі: генетикалық есептерді шешу дағдылары оқушыларға биологияны тереңірек түсінуге мүмкіндік береді және де болашақта жаратылыстану ғылымдарында оқуды жалғастыруға негіз болады. Қазіргі таңда генетика, медицина, ауыл шаруашылығында, биотехнологияда және экологияда кеңінен қолданылады. Сондықтан мектеп оқушыларын осы саладағы негізгі әдістер мен принциптерге үйрету маңызды.
Енді осы бағдарламаның міндеттері генетика саласындағы негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды түсіндіру, генетикалық есептерді шешудің тиімді әдістерін меңгеру, оқушылардың логикалық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамыту, биология пәніне деген қызығушылығы мен ынтаны арттыру, алған білімдерін практикада қолдану және күрделі ғылыми мәселелерді шешуге дайындау. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі бағдарлама интерактивті оқыту әдістеріне негізделеді және генетикалық есептерді шешу барысында қолданылатын заманауи тәсілдерді қамтиды. Оқу процесінде генетикалық заңдылықтарды түсіндірумен қатар оқушыларға нақты практикалық есептерді шешу ұсынылады. Сонымен қоса негізгі ерекшеліктердің бірі әрбір есептен шешу жолдарын қамтиды, модельдеу, кесте құру, генеалогиялық ағаштармен жұмыс, ойын және эксперименттік тәсілдер арқылы генетикалық заңдылықтарды түсіндіру, пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаларға қатысуға бағыттау. Бағдарлама нәтижесінде оқушылар генетиканың негізгі заңдылықтарын меңгеріп, генетикалық есептерді шешу дағдыларын қалыптастырады. Енді күтілетін нәтиже генетикалық есептер авторлық бағдарламасын іске асыру нәтижесінде оқушылар келесі дағдылар мен білімдерге ие болады. Бірінші, теориялық білімді меңгеру десек, бұның ішінде генетиканың негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын түсінеді, тұқым қуалаушылықтың моногибридті, дигибридті типтерін, сонымен қоса аралас типтерін ажыратуды үйренеді, генетикалық есептерді шешу үшін терминдерді дұрыс қолданады. Ал практикалық дағдыларға келсек, генетикалық есептерді шешудің негізгі әдістерін игереді, пеннет торын құрады, генетикалық кестелер мен диаграммаларды пайдаланады, генеалогиялық ағаштарды талдайды, генетикалық заңдылықтарға негізделген биологиялық құбылыстарды түсіндіріп талдай алады. Тұқым қуалаушылық үлгілерін модельдеу арқылы генетикалық мәселелерді шешу қабілеттерін дамытады. Логикалық ойлауға келсек, ғылыми мәселелерді талдап, оларды шешу үшін дұрыс әдістерді таңдайды, логикалық және дәлелді шешімдер қабылдап қорытындылар жасайды, генетикалық есептер арқылы аналитикалық ойлау қабілеттерін жетілдіреді. Сонымен қоса зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерді дамытса, ол биология пәні бойынша ғылыми жобалар мен олимпиадаларға дайындалады, генетика саласындағы зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы қызығушылығын танытады, тұқым қуалаушылық құбылыстарын тәжірибе жүзінде зерттеуге дайын болады. Енді бағдарлама 2 бөлімнен тұрады. Нормативті бөлім, бұлда күнтізбелік тақырыптық жоспар аптасына 1 сағат 34 сағатты қамтиды. Бұл бөлімше тақырып бөлімінен оқу мақсатынан және сағат санынан тұрады. Лекция практика 1 сағатта, екінші практика 2 сағатқа ұсынылады. Екінші бөлімі әдістемелік нұсқаулық бөлім. Әдістемелік нұсқаулық бөлім болып табылады. Енді оқушылардың дайындығына қойылатын талаптарға келсек, бұл жұмыс дәптерінің болуы, танымдық іс-әрекет пен ой әрісін, басқа ғылыммен байланысын, компьютер техникасын, интернет желісін пайдалану. Пәнаралық байланысқа келсек, химия, математика, география, экология, анатомия, жануартану пәндермен тікелей байланысады. Жалпы нәтиже, бағдарлама аяқталған соң оқушылар генетика саласындағы терең білім алып қана қоймай, олардың зерттеушілік және сыни ойлау қабілеттері қалыптасады. Олар өз білімдерін практикада қолдануға және күрделі мәселелерді шешуге дайын болады. Генетикалық есептер бағдарламасы оқушылардың ғылыми қызығушылығын оятып, биология пәнін сүйікті әрі маңызды пән ретінде көруіне ықпал етеді. Генетикалық есептердің түріне келсек, енді өздеріңіз білесіздер, генетикалық есептер негізгі 3 түрге: Менделдің бірінші заңы, Мендел заңдарына негізделеді. Мендельдің тұқым қуалаушылық заңдары бойынша есептер шешу ең көп кездесетін есептің түрі. Онда есептерді доминантты рецессивті әлелдер арасында тұқым қуалаушылықтың қатынасын анықталады. Доминантты және рецессивті белгілердің тұқым қуалауы, бұл есептерді әртүрлі белгілердің, мысалы көз түсі, қан тобы сияқты тұқым қуалауын зерттеледі. Күрделі тұқым қуалау заңдарына негізделген есептер. Әлелді емес гендердің өзара әрекеттесуі, комплементарлы, эпистаз, полимерия, көп әлелдік сияқты құбылыстарды зерттейді. Мұндай есептерде бірнеше белгілердің тұқым қуалауы қарастырылады. Бұл енді өте күрделі есептерге жатады. Генетикалық есептер тұқым қуалаушылықтың негізгі заңдарын зерттеу және болжау үшін математикалық әдістер мен логикалық ойлау қабілеттерін қолдануға негізделген тапсырмалар. Олар тек биологиялық білімді тереңдетуге емес, оқушыларға аналитикалық ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Генетикалық есептердің шешу үшін бірнеше шарттар орындалу керек. Мына генетикалық терминдерді түсіндіру, генетикалық есептерді шешу әдістері. Бұл міндетті түрде белгілі бір алгоритм беріледі, әдістерді қолдануға болады. Бұл әдістердің ішіндегі ең маңыздыларына генетикалық торды жатқызуға. Бұл әдіс генотиптерді, фенотиптерді және олардың ықтималдығын анықтауға көмектеседі, әсіресе моно, дигибридтік кроссинг кезіндегі қолданылады. Мендельдің заңдары бойынша есептеу. Бұл әртүрлі әлелдердің комбинацияларын есептеу үшін заңдарды қолданып генотиптерді және фенотиптерді де анықтауға болады.
Мына жерде енді моногибридті дигибридті жыныспен тіркес тұқым қуалауға бірнеше мысалдар келтірілген. Енді әрине осы авторлық бағдарламаны қолдана отырып, оқушылар көптеген жоғары дәрежелі дипломдарға ие болды. Мына жерде мен тек қана облыс көлемінде алынған дипломдарды көрсетіп қойдым. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, көп рахмет. Келесі бізде номер 3 жалпы Парлас орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Құлбекова Аяз Жеңісовнаға сөз кезегі. Әріптестер, егер де соның уақыты бітіп қалса, біз қайтадан қосыласыздар, иә? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің сіздерге ұсынып отырған авторлық бағдарламам тақырыбы химия біздің айналамызда 9-шы сыныпқа арналады. Бағдарлама 34 сағатқа жоспарланған. Енді менің бағдарламамның мақсаты химия сабағында оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін дамыта отырып, дамытуға табиғатта химиялық құбылыстарды тереңірек түсінуге, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге және ғылыми ойлауын қалыптастыруға бағытталған. Міндеттері оқушылардың табиғаттағы құбылыстарды зерттеу арқылы танымдылық белсенділігін арттыру, оқушылардың химия саласындағы негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды жан-жақты меңгертуді қамтамасыз ету, зертханалық жұмыстар мен эксперименттер арқылы оқушылардың зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру, оқушылардың ғылыми гипотезаларды құру арқылы, тексеру арқылы дәлелдеу дағдыларын дамыту, оқушылардың топтық жұмысқа бейімдеуді қамтамасыз ету, химиялық құбылыстар мен процестерді тұрмыстық және өндірістік маңызын түсіндіре отырып, пәнді өмірдегі рөлін көрсете отырып жетілдіру, химиялық заттарды қоршаған орта әсері туралы білім беру арқылы оқушылардың экологиялық жауапкершіліктерін арттыру. Пәнаралық байланыс, мен бағдарлама бұл химия, биология, география, физика пәндерімен тығыз байланысты қарастырылады. Авторлық бағдарламаның жаңалығы оқушыларға химияны техникамен, қол өнерімен байланыстыра отырып, жобалық жұмыстарды жасауға, нақты ғылыми тәжірибелер жүргізуге мүмкіндік береді. Авторлық бағдарламамның өзектілігі бағдарлама оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығушылықтарын оятып, болашақта химия саласындағы кәсіби мамандықтарды таңдауға ынталандырады. Химия айналамызда бағдарламамыздың оқытудың нәтижесінде оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын қалыптастырады, лабораториялық жұмыстарды орындаудағы қауіпсіздік ережелерін үйренеді, оқушылардың табиғат құбылыстарын зерттеу арқылы танымдылық белсенділіктерін арттырады, оқушылардың химия саласындағы негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды жан-жақты меңгертуді қамтамасыз ету, химиялық құбылыстар мен процестерді тұрмыстық және өндірістік маңызын түсіну арқылы пәннің өмірдегі рөлін түсіндіреді. Химиялық заттардың қоршаған орта әсерінен туралы білімдері арқылы оқушылардың экологиялық жауапкершіліктерін арттырады. Зерттеу нәтижелерін талдайды және қорытынды жасай алады. Осы бағдарламаны қолдану арқылы оқушылар баяндамалар, жобалар дайындауға және оны қорғауға қалыптасады. Бағдарламам негізі менде 5 бөлімнен тұрады. Бірінші негізгі бөлім, бұл бөлімде біз 2 сағатқа берілген химияның тұрмыстағы өмірдегі маңызы мен қауіпсіздік ережелерімен таныстырылады. Екінші бөлімде 10 сағаттан тұрады. Бұл тұрмыстағы химия бөлімі тағам құрамындағы қоректік заттар, тағам мен қоспалар, одан кейін судың биологиялық маңызы, полимерлер мен пластмассалар,
табиғи және жасанды талшықтар тақырыптары қарастырылады. Үшінші бөлімде химия және қоршаған орта. Бұл бөлім менде 8 сағаттан құралған. Бұл жерде жаңағы ауа, оның құрамы, су ресурстары, қышқыл жаңбырдардың пайда болуы, тұрмыстық қалдықтарды оны қалай өңдеуге болады, топырақтың ластануы, оның шешу жолдары, экологиялық таза өнімдер тақырыптары қарастырылады. Төртінші бөлім менде химия және адам денсаулығы 6 сағатқа жоспарланған. Бұл бөлімде адам ағзасындағы химиялық элементтер, ағзада кездесетін дәрумендер мен гормондар, және тамақтанудың химиясының пайдасы мен қандай пайдалы және зиянды өнімдерінің ерекшеліктері, тұрмыстық химиялық заттарды ағзаға тигізетін әсері және дәрі-дәрмек заттардың ерекшеліктерін қарастырады. Келесі менде соңғы бөлім бұл химия және өнеркәсіп деп аталынады. Бұл бөлімде біз жаңағы Қазақстанда кездесетін химия өнеркәсіптері, минералды тыңайтқыштар өнеркәсіптері, металлургия, мұнай, полимерлену өнеркәсіптерін қарастырылады. Мен осы авторлық бағдарламамда негізгі көптеген әдіс-тәсілдер қолдандым. Бұның ішінде біз көбінесе топтық жұмыстар, зерттеу жұмыстары, зертханалық жұмыстар көп орындалады. Бұнда менде қолданылған көп әдістердің бірі ойлан жұптас бөліс әдісі, фишбоун әдісі, Венн диаграммасы, суреттер сөйлейді, модельдеу әдістері, свод талдау, жарнамалау әдістері, рольдік ойындар, галереяға саяхат, жекса әдістерін қолданып отырдым. Енді мен мына бір сабақтың, авторлық бағдарламамдағы бір сабақтың сіздерге жоспарын ұсынғалы отырмын. Бұл химия және қоршаған орта тарау бойынша қорытындылау сабағы. Бұл сабақта мен бірнеше тапсырмалар. Бірінші сабақта сурет арқылы ортаның табиғи ресурстармен қоршаған ортаның ластануына талдау жасаңыз деген жаңа сабақты суреттер ұсыну арқылы балаларға осы сабақты бірінші тапсырманы осындай түрде беремін. Екінші тапсырмада мысалы мен әртүрлі балаларға таңдауға тапсырма беремін. Осы топтық жұмыс арқылы балалар таңдаған тақырыптарына жоба қорғап шығады. Үшінші тапсырмада бұнда мен сілтеме арқылы балаларға тапсырманы орындауға ұсынамын. Енді мен өзімнің осы авторлық бағдарламамды көптеген жарияланымға ұсындым. Мақалалар, білімді ұрпақ, жаңашыл үздік ұстаздар атты жарияланымдарға жаңағы өзімнің іс тәжірибемді таратып бөлістім. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Әріптестер, уақыт аяқталды. Қазір осы зулмен қазір қайтадан қосыласыздар. Назым әлі бастап отыр. Жақсы, ары жалғастырайық. Енді Кешімхан Бозтаев атындағы Қазақ мектеп гимназиясының химия пәнінің мұғалімі. Бізде Чалғынбаева Назым Сұлтанғазиевна, химия пәнінің мұғалімі. Ал сөз кезек сізде. Саламатсыздар ма әріптестер? Мен Кешімхан Бозтаев атындағы Қазақ мектеп гимназиясының химия пәнінің мұғалімі Чалғынбаева Назым Сұлтанғазиевна. Авторлық бағдарламаның тақырыбы химия пәні бойынша функционалдық сауаттылық тапсырмалары 10 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, жалпы 34 сағат. Бағдарламаның мақсаты 10 сынып оқушыларының химиялық білімді нақты өмірлік жағдайларда тиімді қолдану үшін практикаға бағытталған тапсырмалар мен зерттеу қызметі жүйесі арқылы функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және дамыту. Пәнаралық байланыстар. Бұл жерде физикамен байланыс, заттардың физикалық қасиеттерін, процестерін зерттеу, биология, тірі ағзаларда химиялық процестер, математика, есептер, графиктер және диаграммалар, және экология мен химиялық заттардың қоршаған ортаға әсері. Осы мақсатқа сәйкес міндеттер құрастырылған. Күнделікті өмірде химиялық процестерді сыни ойлау және талдау арқылы дағдыларын дамыту, практикалық жұмыс арқылы зерттеу құзыреттілігін дамыту, химия саласындағы жобалық қызмет дағдыларын дамыту, химиялық білімді тұрмыстық жағдайларда қолдану қабілетін қалыптастыру, топтық жұмыста коммуникативтік дағдыларды дамыту, химиялық процестерді түсіну арқылы экологиялық ойлауды қалыптастыру.
Бағдарламаның өзектілігі, бағдарлама білім берудің қазіргі талаптарына сәйкес келеді және химиялық білімді әртүрлі өмірлік жағдайларда пайдалана алатын функционалды сауатты тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған. Өзектілігі оқушылардың сыни ойлауын, зерттеу дағдыларын және тез өзгеретін әлем жағдайында өз бетінше оқу қабілетін дамыту қажеттілігімен негізделген. Бағдарламаның жаңашылдығы қазіргі заманғы білім беру технологиялық дәстүрлі оқыту әдістермен интеграциялау, білімді практикада қолдануға басты назар аудару, химиялық білім беру арқылы soft skills дамыту, жобалық қызмет бөліктерін қосу, пәнаралық әдіс тәсілдерді қолдану, жеке білім беру траекторияларын жасау. Бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім химияның практикалық аспектілері 10 сағатқа жоспарланған. Екінші бөлім органикалық химия 10 сағатқа жоспарланған. Үшінші бөлім күнделікті өмірдегі химия 7 сағатқа жоспарланған. Және төртінші бөлім химия және қоршаған орта 7 сағатқа жоспарланды. Бұл бағдарлама химиялық білімді күнделікті өмірде қолдану арқылы функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған. Бағдарлама теориялық білімді практикалық дағдылармен ұштастыра отырып, оқушылардың химиялық ойлауын, зерттеушілік қабілеттерін және әлеуметтік дағдыларын дамытуға көмектеседі. Бұл бағдарламада әртүрлі оқу әдістері қолдандым. Мысалы, ашық хат жина, түртіп алу, сәттілік дөңгелегі, ой талқы, жұбынмен ойлан жұптас бөліс, жеребе тарту, бірге ойлаймыз, ойлан жұптас пікірлес және тағы басқа әдістер қолданылды. Жаңа тақырыпты түрлі ресурстардың көмегімен түсіндіру нәтижесінде оқылған материал оқушылардың жадында жақсы сақталады және мұғалімнің танымдық белсенділігін ынталандыруға көмектеседі. Бұл бағдарламада оқушыларға меңгеру тиіс негізгі бағыттар ол химияның теориялық негіздері, химиялық заңдылықтар, зертханалық дағдылар, есептеу дағдылары және практикалық қолдану. Қысқа мерзімді жоспарда оқушыларға кодталған контекст және кодталған зертханалық жұмыстар беріледі. Тапсырмалар АБС деңгейінде жасалынған, өздеріңіз көріп отырғандай. Бағдарлама нәтижесінде, курсты игеру нәтижесінде білім алушылар төмендегідей дағды қалыптасады. Оқушылар химия саласындағы функционалдық сауаттылық деңгейін арттырады, химиялық білімді практикада қолдану дағдыларын дамытады, сыни ойлау және талдау қабілеттері дамытады, заттардың қауіпсіз жұмыс істеу дағдылары қалыптасады, коммуникативтік дағдылар мен командада жұмыс істеу қабілеті дамытады, экологиялық және ойлау мен қоршаған ортаға жауапты қарым-қатынасты қалыптастырады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі сөз кезегі осы Кешімхан Бостаев атындағы Қазақ мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі Сайлыбаева Гүлзира Тілеуғалиевна және көпбейінді Қазақ мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Бастосова Қанша Мыңжасарына. Бұл жерде бір авторлық бағдарламада бізде 2 автор болады, иә? Бір жұмыспен 2 мұғалім айналысып жатыр. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біздің сіздерге ұсынып отырған элективті курстың тақырыбы химия және күнделікті өмір PISA тапсырмалары негізінде зерттеу. 9-шы сыныпқа арналған. Курстың мақсаты оқушыларға химияның күнделікті өмірдегі рөлін түсіндіру, PISA форматындағы тапсырмалар негізінде зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар, олардың ғылыми ойлау қабілеттерін дамыту арқылы функционалдық сауаттылығын арттыру. Курстың міндеттері: оқушыларға химиялық құбылыстардың күнделікті өмірмен байланысын түсіндіру, PISA форматындағы тапсырмалар арқылы химиялық үдерістерді талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру, химияға қатысты ақпараттарды іздеп табу, талдау және оларды күнделікті өмірде қолдану жолдарын үйрету, ғылыми зерттеу әдістерін пайдалана отырып химиялық тәжірибелер дағдыларын дамыту, оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін қалыптастыру мақсатында химиялық құбылыстарға қатысты сұрақтар мен практикалық тапсырмалар құрастыру, интерактивті құралдар мен инновациялық әдістерді қолдану, химиялық сауаттылықты жетілдіру, топтық зерттеулер мен пікірталастар арқылы оқушылардың және өз ойларын дәлелдеу дағдыларын дамыту,
қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік шараларын сақтау тұрғысынан химиялық білімді қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Ғылыми жаңалығы. Бұл курс химияны зерттеуде жаңа тәсілдерді ұсынады және оқушылардың пиза форматындағы тапсырмалар негізінде зерттеу қабілеттерін жетілдіруге бағытталған. Оқушылар химиялық құбылыстарды тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар күнделікті өмірде практикалық қолдану арқылы зерттейді. Өзектілігі. Химиялық сауаттылық қазіргі қоғамда маңызды рөл атқарады. Себебі химия медицинадан бастап экологияға дейін көптеген салаларда қолданылады. Оқушылардың ғылыми зерттеу жүргізу, ақпаратты талдау және оны күнделікті өмірімен байланыстыру дағдылары олардың болашаққа білім алуына және кәсіби дамуына ықпал етеді. Бұл курс функционалдық сауаттылықтың дамытып, оқушылардың ғылыми негізделген шешім қабылдауға үйретеді. Күтілетін нәтиже. Оқушылар химияның күнделікті өмірмен байланысын түсінеді және оны дәлелдей алады. Оқушылар химиялық құбылыстарды зерттеу барысында пиза форматындағы тапсырмаларды шешу дағдыларын меңгереді. Оқушылар ғылыми зерттеу жүргізіп, оның нәтижелерін графикалық түрде көрсете алады. Оқушылар химиялық құбылыстарға сыни тұрғыдан қарап, олардың артықшылығы мен қауіптерін бағалай алады. Оқушылар химияға байланысты ақпараттарды дұрыс талдап, өз пікірлерін ғылыми негізде дәлелдей алады. Сонымен қатар, біз өз жұмысымызды талдап ұсынған кезде жоғары оқу орны Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жаратылыстану және география факультетінің химия кафедрасының PhD аға оқытушысы Узакова Асия Бақчанадан рецензия алдық. Сонымен қатар, біз Абай облысы Семей қаласының Алтынсарин атындағы 37-ші гимназияның шебер мұғалімі магистр Гаухар Төлеубаевнадан пікір алдық. Келесі құрметті әріптестер, біздің жобамыз бірнеше бөлімдерден тұрады. Курс бағдарламасының мазмұнымен таныстыра кетсем, кіріспе және зерттеу әдістері 6 сағаттан, азық-түлік химиясы және денсаулық 8 сағаттан, тұрмыстық химия және қоршаған орта 8 сағаттан, энергия және химиялық процестер 6 сағаттан тұрды. Материалдар химиясы мен болашақ технологиялар 6 сағат берілді. Енді осы бағдарлама не береді оқушыларға, мен соған тоқтала кететін болсам. Пиза тапсырмаларының ерекшеліктері пиза зерттеуіндегі тапсырмалар дәстүрлі мектеп тапсырмаларынан өзгеше келеді. Олар оқушылардан механикалық есептеулерді емес, нақты өмірде кездесетін мәселелерді шешуді талап етеді. Шынайы өмірмен байланыс тапсырмалар экология, медицина, тамақ өнеркәсібі, тұрмыстық химия өндірісі, қоршаған орта мәселелерін қамтиды. Пәнаралық байланыс химияны биология, физика, математика, географиямен байланыстырып қарастырады. Функционалдық бағыттылығы оқушылардың алған білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалану қабілетін бағалайды. Мысалы, судың кермектігі тұрмыстық техникаларға, мысалы, кір жуатын машинаға әсер етеді. Өндіруші компаниялар тұтынушыларға суды жұмсарту үшін арнайы реагенттер қосуды ұсынады. Бұл реагенттер құрамында кальций мен магний иондарын байланыстыратын заттар бар. Судың кермектігі неге байланысты, неге оны азайтудың қандай тәсілдері бар деген сияқты сұрақтар қою арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға болады. Бұл тапсырма оқушыдан химиялық білімді қолдануды, судың құрамын талдауды және химиялық тұрғыдан дәлелденген шешім ұсынуды талап етеді. Сонымен қатар оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамыту, оқушылардың химиялық зерттеу жұмыстарымен айналысуға баулу, олардың ғылыми сауаттылығының маңызды жолы. Мысалға, эксперименттік тапсырмалар, судың қышқылдығын анықтау, тағам өнімдерінің құрамын зерттеу, зерттеу жобалары, тұрмыстық химия құралдарының әсерін талдау, экологиялық жағдайларды зерттеу, ғылыми дебаттар, химиялық қоспалардың адам денсаулығына әсері туралы пікірталастар, проблемалық оқыту әдісі. Пиза тапсырмалар негізінде проблемалық оқыту әдісін енгізу маңызды. Мысалы, оқушыларға экологиялық мәселені шешуге бағытталған химиялық есептер беріледі. Проблемалық сұрақ: қоспада, мысалға, қаладағы ауа сапасын жақсарту үшін қандай химиялық шаралар қолдануға болады? Шешу жолдары: оқушылар химиялық реакцияларды талдап, көмірқышқыл газын азайту әдістерін ұсынады. Ойын және модельдеу әдістері: пиза форматындағы тапсырмаларды геймификация арқылы оқыту тиімді әдіс болып табылады. Рольдік ойындар: оқушылар ғалым, эколог, химик рөлін ойнап, ғылыми мәселелерді талдайды. Компьютерлік модельдеу: химиялық процестерді визуализациялау. Пиза форматындағы тесттерді сабаққа енгізу. Мұғалім сабақ барысында пиза тапсырмаларына ұқсас жаттығуларды қолдану керек. Бұл оқушылардың өз бетінше ойлау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Химиялық сауаттылықты дамытудың нәтижелері пиза тапсырмалар негізінде келесі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Оқушылар химияны өмірмен байланыстыра отырып түсінеді. Ғылыми зерттеулер өз бетінше жүргізуге бейімделеді. Күнделікті өмірде кездесетін химиялық құбылыстарға талдауға қабілетті болады. Экологиялық және денсаулық сақтау мәселелеріне саналы шешім қабылдайды.
пиза тапсырмалар оқушылардың химиялық сауаттылығын дамытуға ықпал ететін тиімді құралдардың бірі болып табылады. Бұл тапсырмалар оқушылардың сыни тұрғыда ойлауға, зерттеушілік қабілеттерін дамытуға және химиялық күнделікті өмірмен байланыстыруға үйретеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Енді бізде 7-ші адам Аягөз ауданы бойынша Мыңбұлақ жалпы орта білім беретін мектебінің химия пәні мұғалімі Анкежанова Динара Өндірхановна. Ашылды ма? Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Анкежанова Динара Өндірхановна, Мыңбұлақ жалпы орта білім беретін мектептің химия биология пәні мұғалімімін. Менің сіздерге ұсынып отырған әдістемелік құралымның тақырыбы химия биология пәндерін кіріктіріп оқытудың әдістемелік негіздері. Бұл әдістемелік құралды жазбас бұрын 2022 жылы осы тақырыпта магистратуралық жұмыс жазып, оның практикалық бөлімін мектепте өз тәжірибеме енгіздім. Дәл осы тақырыпта таңдап алуымның себебі қазіргі таңда жаңартылған білім мазмұны бойынша мектеп оқулықтарының тапсырмалары пәндерді кіріктіріп оқытуға негізделген. Қазіргі білім беру жүйесінде пәндерді оқшауламай, кешенді, кіріктірілген түрде оқыту негізгі тенденциялардың бірі. Кіріктірілген сабақтар оқушылардың қызығушылығын оятып, сабақтардың практикалық маңызын көрсетеді. Бұл оқытудың мотивациялық аспектісін күшейтеді. Аталған тақырып бойынша мектепте lesson study зерттеу жұмысы жасалды және диссертациялық жұмысым сәтті қорғалып, ары қарай 2023 жылы жұмыстың практикалық бөлімін мұғалімдерге көмекші әдістемелік құрал ретінде баспадан шығардым. Әдістемелік құралдың мақсаты химия мен биология пәндерін кіріктіріп оқыту арқылы жаратылыстану ғылымдарының өзара байланысын түсіндіру, оқушылардың теориялық білімдерін өмірлік жағдаяттармен ұштастыру, қабілеттерін дамыту және оқу үдерісінің тиімділігін арттыру. Міндеттері: орта мектеп бағдарламасындағы химия мен биология пәндерінің мазмұнын кіріктіру мүмкіндіктерін анықтау, пәнаралық байланыс негізінде кіріктірілген сабақтардың құрылымын жасау және оны тәжірибеде қолдану жолдарын ұсыну, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын, сыни ойлауын және зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету. Бағдарламамның өзектілігі: ғылыми пәндердің интеграциялануы, қолданбалы білімнің артуы, көп салалы ойлау және сыни ойлау дағдыларын дамыту, жаңа педагогикалық тәсілдер мен әдістерді енгізу, білім беру мазмұнының жаңаруы. Бағдарламамның өзектілігі: жаңашылдығы. Бұл әдістемелік құралдың басты жаңашылдығы химия мен биологияны пәндерін кіріктіріп оқытудың ғылыми әдістемелік негіздерін заманауи білім беру талаптарына сай ұсынуында. Құрал пәнаралық байланысты тиімді жүзеге асырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын, ғылыми дүниетанымын, зерттеушілік қабілеттерін арттыруға бағытталған. Әдістемелік құралдың мазмұны негізінен 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіріспе, бұнда пәнаралық байланыс туралы айтылған. Екінші бөлім негізгі бөлім. Бұл жерде биология пәнін өзге пәндермен кіріктіре оқытудың жүзеге асырудың әдістері, биология пәнін химия пәнімен кіріктіре оқытудың тиімділігі, lesson study зерттеу жұмысы. Және де химия биология пәнін кіріктіре оқытуда кейс технологияларын қолдану. Үшінші бөлім қорытынды бөлім. Әдістемелік құралда биология пәні бойынша 8-ші сыныптың қозғалыс биофизика бөлімі бойынша тізбектелген сабақтардың қысқа мерзімді жоспарларлы,
зерттеу тақырыбына байланысты оқушылар үшін сауалнамалар, зерттеу диаграммалары, оқушыны бақылау картасының үлгілері, АВС оқушыларының даму динамикасы, lesson study зерттеу жұмысының хаттама үлгілері, интербелсенді әдіс тәсілдер және кейс технологиясы бойынша құралған тапсырма мысалдары әзірленген. Күтілетін нәтиже: мұғалімдер үшін оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін меңгереді, сабақ құрылымын жаңаша жоспарлауға көмектеседі, кәсіби құзыреттілігі артады, оқушылардың білім сапасын арттыруға жол ашады, инновациялық оқытуға бейімделуге жәрдемдеседі және мұғалімдердің бірлескен жұмыс мәдениеті қалыптасады. Ал оқушылар үшін көп салалы ойлау дағдылары дамиды, тақырыптардың бірізділігі мен тереңдігі түсінеді, көп пәнді көзқарас қалыптасады, қолданбалы білім артады, жартыстану ғылымдарының қызығушылықтарын арттырады және когнитивті және метакогнитивті оқушылардың дағдылары дамиды. Енді өзімнің сөзімді қорытындылай келе, бұл әдістемелік құралда орта мектеп деңгейінде химия мен биология пәндерін кіріктірудің ғылыми әдістемелік негіздері, тиімді тәсілдері мен тәжірибелік жолдары ұсынылды. Әдістемелік құралда ұсынылған тәсілдер мен мысалдар жалпы білім беретін мектептерде химия және биология пәндерін кіріктіріп оқыту үдерісінің тиімді ұйымдастыруға бағытталған. Мұғалімдер бұл құралды өз тәжірибесінде қолданып, оқыту сапасын арттыруда нәтижелі жетістіктерге қол жеткізеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы. Аягөз ауданы бойынша бітті. Енді келесі сөз кезегі жаңа семейдегі Ақбұлақ жалпы негізгі білім беретін мектебінің химия биология пәнінің мұғалімі Жанасбекова Кенжегүл Төлеубергеновнаға сөз кезегі беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен жаңа Семей ауданы Ақбұлақ жалпы негізгі білім беретін мектебі химия биология пәнінің мұғалімімін. Менің әдістемелік көмекші құралым атауы қазір презентацияны қоса алмай жатырмын, кешіресіздер. Биология сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырудағы жаңа технологиялардың тиімділігі деп аталады. Бұл биология пәні өздеріңізге белгілі оқушылардың қызыға оқитын пәндерінің бірі. Сондықтан мен оқушыларға шығармашылық қабілеттерін арттыру бағытында біршама тапсырмалар беремін, олар қызыға орындайды. Сондықтан әдістемелік құралымды да осылай атадым. Жалпы қазіргі заманның талабы оқытудың жаңа технологияларын пайдалану, соның ішінде АКТ, одан кейін интерактивті тақта деп жатамыз, презентациялар қолданамыз, видеофильмдер қолданамыз және жасанды интеллект бар. Қазір бұл бағдарлама... Сіздің видеоңызды қостыңыз ба? Ой, неңізді, презентацияңызды қостыңыз ба? Қазір қосып жатыр қыздар. Кішкене интернетте не болып тұр? Енді қоса алмай жатыр. Көрінді. Қосылды, иә? Қосылды ма? Қосылды. Міне, аха, жақсы, рахмет. Бұл әдістемелік құрал жалпы орта білім беретін мектептердің биология пәні мұғалімдеріне арналған, оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту бүгінгі күннің басты талабы болғандықтан оқу тәрбие үрдісін ұйымдастыруда сан түрлі әдіс тәсілдерді іздестіру, жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың маңызы ерекше болып табылады. Менің әдістемелік құралым бірінші кіріспе бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлімде әдістемелік құрал туралы жалпы жаңа әдістемелік технологиялар туралы мазмұн жалпы мәлімет беріледі. Одан кейін биология сабағында оқушылардың шығармашылығын арттырудағы жаңа технологиялардың тиімділігіне тоқталып өтемін. Жаңа технологияның тиімді әдіс тәсілдері туралы айтамын.
және биология сабағындағы пәнаралық байланыстарды қалыптастыру жөнінде айтып өтемін. Одан кейін биология, жаңа бір әріптесім айтып өтті, пәндерді кіріктіру туралы. Иә, бұл да біздің биология сабағында қолданылатын ерекше тәсілдердің біреуі болып табылады. Соның ішінде жаңа технологиялық тәсілдердің біреуі ақпараттық коммуникациялық технологиялар, электрондық оқулықтар, мультимедиалық құралдар, интерактивті тақта, одан кейін жаңа айтып кеттік, жасанды интеллект кейіннен шығып жатқан, сосын виртуалды зертханалар, яғни виртуалды тәжірибелер жүргізу арқылы оқушылардың теориялық білімдерін нақты мысалдармен бекіте аламыз. Одан кейін онлайн ресурстар бар, қашықтықтан оқыту деп жатамыз. Биологияны онлайн платформалар арқылы оқытуда, мысалы Хан Академи, одан кейін Google Classroom'дар қолдануға болады. Одан кейін видеоматериалдар, тесттер мен квиздер, оқушылардың білімін тексеріп, шығармашылық ойлау дағдыларын дамытуға арналған. Жобалық оқыту әдісі оқушыларды жеке немесе топтық жұмыстарға тарту, жоба жасап, оның нәтижелерін сынып алдында қорғау, ғылыми зерттеу жобаларын жасау. Оқушылар биология бойынша нақты тақырып зерттеп, өз зерттеулерін ұсынуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар интерактивті әдістерге дискуссиялар мен дебаттар өткізу, әртүрлі биологиялық тақырыптарды талқылап, пікір алмасу арқылы шығармашылықты дамыту, миға шабуыл әдістерін қолданамын. Миға шабуыл әдісі оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға және жаңа идеяларды қалыптастыруға бағытталған. Шығармашылық қабілеттерді арттыруда қолданылатын әдістер рольді ойындар мен театрландырылған сабақтарды айтуға болады. Биология пәнінің материалдарын оқыту барысында оқушылар түрлі рольдерді, мысалы ғалым немесе зерттеуші рөлін алып сабақта креативті түрде ойнай алады. Сонымен қатар мозаика әдісі оқушыларға да әртүрлі тапсырмалар беріледі, соңында олар бір-бірінің жұмыстарын толықтырады. Нәтижесінде толық картинаны алуға болады. Жаңа технологиялардың оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырудағы әсері біріншіден оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін арттырады. Жаңа технологиялар, мысалы интернет ресурстары мен виртуалды зертханалар оқушыларға шығармашылық тұрғыдан ойлауды және жаңа идеяларды дамытуға мүмкіндік береді. Жеке қабілеттерін дамытуға да өз әсері бар. Мысалы, әрбір оқушы өзінің шығармашылық дағдыларын дербес дамыту үшін әртүрлі технологиялар мен әдістерді қолдана алады. Қорытындыда жаңа технологиялардың биология сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыруда үлкен маңызы бар деп айта аламын. Олар тек білімді ғана тереңдетіп қоймайды, ой өрістерін дамытуға да көмектеседі. Кейбір оқушылардың, мысалы, теорияны қабылдау деңгейі төмен болса да, шығармашылықта жақсы жұмыс нәтижесін көрсетеді. Шығармашылықты арттыру үшін оқушыларға түрлі әдіс тәсілдерді ұсыну маңызды. Әрі қарай, биология сабағында оқушыларға қолданған жаңа технология әдіс тәсілдердің бірі өте қызықты болды. Бұл әдіс тәсілін өзім сабағымда қолдандым. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыруда ермек сазбен дәлелдеу жұмыстарын жүргіземіз. Әр тақырыпқа оқушылар қызыға орындайды және өз қабілеттерін байқата алады. Мына жұмыста да қанның формалы жасушалары, тамырдың суды сіңіруі, жасушаның құрылымы және бөліп шығару мүшелерін әдемі суреттеген. Сонымен қатар ас қорыту мүшесін жасауға, осындай жеке қолдан жасауға тапсырма берілген, балалар әдемі етіп орындап келді. Одан кейін сонымен қатар тыныс алу тақырыбында өкпені тыныс алу және тыныс шығару туралы шығарменен осындай әдемі табаққа көрнекілікте әрі оқушының шығармашылық қабілетін байқаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы. Тізім бойынша жаңа Семей облысының ауданынан осы сіз ғана қой деймін, енді болса Мақаншы ауданы, сіздерде де химиологтар жоқ қой деймін, қорғайтын. Мақаншы ауданы бойынша білім бөлімі
Бізде тізімде жоқ қой, ол кісі жарайды, нете берсін, иә? Аты жөнін білмей тұрмын да, мен де тізімнен таппадым. Қазір. Мгм. Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Мен Мақаншы ауданы Жарбұлақ орта мектебінің биология пәні мұғалімі Айнагүл Ахатқызы боламын. Менің сіздерге таныстыратын авторлық бағдарламам биологиялық белсенді қоспалар және олардың денсаулыққа әсері тақырыбындағы факультативтік сабаққа арналған танымдық бағдарламамды ұсынғым келіп отыр назарларыңызға. Бағдарлама 10 және 11 сынып оқушыларына арналған 34 сағат және аптасына 1 сағат. Жалпы бағдарлама туралы түсінік бере кетсем, биологиялық белсенді қоспалардың денсаулыққа әсері курсы барысында маркетингтік емес, шынымен де денсаулыққа қандай әсері бар екенін және оны сауатты қолдануды үйрету, ағзаның толыққанды жетілуіне және денсаулықты сақтауда қандай қоспалар немесе минералды заттар әсер ететінін білу өте маңызды оқушылар үшін. Қоспалардың пайда зиянын ажырату арқылы өз денсаулығын көзі ашық, сауатты түрде қорғауды үйренеді. Элективті курс 34 сағатқа есептелген. Курс барысында оқушылар оқулықтарда берілмеген мәліметтермен танысады, оқушылардың жаңа білімді интернет көздерін пайдаланып іздеуді, алынған мәліметтерді дұрыс анализдеуді, жүйелеу икемділіктерін дамытады. Ғылыми жоба, конференция, презентациялау арқылы алған білімдерін бөлісе отырып, шығармашылық қабілеттерін ұштайды. Курс өтілу барысында модульдік әдіс тәсіл негізінде шебер сынып, диалогтық оқыту, практикалық сабақтар, конференция сабағы, ғылыми зерттеу сабағы, әртүрлі тарауларға негізделген тапсырмалар, топтық жұмыстар, өздік жұмыстар, сарамандық және зертханалық жұмыстар, тағы басқа сабақтың түрлерін қолдану арқылы функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында әртүрлі тапсырмалар беруді негізге ала отырып, оқушылардың осы курсқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында жоспарланған. Оқушылардың алған білімдерін іске асырып, күнделікті өмірде қолдана білу үшін 7 модуль сын тұрғысынан ойлаудың стратегиялары, болжау, анықтау, зерттеу, салыстыру, түсіндіру және қолдану талаптарын Блум таксономиясы негізінде орындауына көңіл аударылады. Өзектілігі. Биологиялық белсенді қоспалар табиғаты жағынан органикалық қосылыстар және химиялық элементтерден жасалады. Осы қосылыстарды оқушылар қоршаған ортаның көп түрлілігімен, тірі ағзалардың өсу және даму заңдылықтарында қандай әсері бар екенін терең түсініп зерттейді. Мақсаты биологиялық белсенді қоспалардың түрлерін білу, оның денсаулыққа әсерін зерттеу, қолдану дағдыларын қалыптастыру. Міндеті биологиялық белсенді қоспалардың табиғатын анықтау, биологиялық белсенді қоспаларды классификациялау, минералды заттарға не жататынын анықтау, омега май қышқылдарының ағзаға әсерін зерттеу, антиоксидант туралы түсінік қалыптастыру, жұмыс істеу принципін анықтау, спортшылардың денсаулығына ББқ-ның әсерін пайымдау, қолдану ережесін білу. Күтілетін нәтиже: түсіну. Курс бағдарламасында алған білім арқылы биологиялық белсенді қоспаларды терең түсіну. Қолдану. Тірі ағза жасушаларында жүріп жатқан құбылыстарға биологиялық белсенді қоспаларды қолдану кезінде адам денсаулығын екі жақты әсер етуі мүмкін екенін түсіне отырып қолдануды білу. Дамыту. Оқушылардың жеке дара шығармашылық, ізденушілік, зерттеушілік қабілеттерін дамыту. Қалыптастыру, салауатты өмір салтын сақтау. Курс бағдарламасы бойынша барлығы 34 сағат және 8 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде кіріспе биологиялық белсенді қоспалар туралы ұғым, ББқ-ның маңызы. Екінші бөлімде биологиялық белсенді қоспа түрлерінің классификациясы, дәрумендердің түрлері, дәрумендердің маңызы, минералдардың организмдегі маңызы, амин қышқылдары, коллаген, антиоксиданттардың қызметі, зерттеу жұмысы, микроэлементтер арасындағы сәйкессіздік, жемістер құрамындағы С дәруменін анықтау. Үшінші бөлім өсімдік сығындылары, өсімдік қоспаларының артықшылықтары, ББқ-да көп қолданатын өсімдіктер, зертханалық жұмыстар жол желкен сығындысын дайындау, зертханалық жұмыс көкөніс шырындарын дайындау, зертханалық жұмыс жеміс шырындарын дайындау, зертханалық жұмыс емдік шөптерді кептіру. Төртінші бөлім ББқ артықшылықтары мен кемшіліктері.
қоректік заттар жетіспеушілігін толықтыру, иммунитетті қорғау, энергияны толтыру, ББК-ның организмге әсері, басқа дәрілік заттардан айырмашылығы. 6-шы сабағы практикалық сабақ, ББК-ның артықшылығын, кемшілігін қорытындылау. 5-ші бөлім ББК-ны таңдау, ББК қолдану принциптері мен әсері, құраммен өндірушімен танысу, отандық өнім. 6-шы бөлім жиі қолданылатын белсенді қоспалар, омега-3 май қышқылдары, май қышқылдарының маңызы, ББК және косметика, пробиотиктер, ішек микрофлорасы және зертханалық жұмыс, айран құрамындағы бактерияларды анықтау. 7-ші бөлім ББК қолданудағы қауіпсіздік, сақтау мерзімі, жағымсыз әсерлерінен сақтану. 8-ші бөлім ББК саласындағы жаңалықтар, отандық және шетел өнімдері және қорытындыға 2 сағат. Курсты оқыту барысында қалыптасатын білім-білік дағдылары. Биологиялық қоспалар классификациясы мен түрлерін ажырата біледі. ББК топтарының организмге әсерін түсіндіре алады. ББК құрамдағы өсімдік, жануар және синтетикалық қоспаларды ажырата алады. Дұрыс тамақтану негізін қалыптастыра алады. ББК-ның пайдасы мен зиянын ажырата алады. ББК қолдану мөлшерін есептей алады және әдебиетте ресурстармен қолдана алады. Оқытуды ұйымдастыруға әдістемелік нұсқаулар. Сабақты өткізу формасы лекция, танымдық сабақ, зерттеу сабақтары дебат түрінде өтіледі. Зертханалық жұмыстарды арнайы дайындалған зертханасы бар сыныптарда өткізу, қажетті материалдар қолжетімді, қолда бар материалда пайдалану, зертханалық жұмыстар жүргізгенде міндетті түрде қауіпсіздік ережелерімен таныстырылу қажет және ережені қатаң сақталуы керек. Тәжірибе соңында қорытынды жұмыс жасалады, есеп беріледі, жұмыс орны жиналады. Жалпы сабақты топтық жұмыстар түрінде материалды іздеу, талдау жұмыстарын постер түрінде ұсынған тиімдірек. Топтық жұмыс ретінде шағын зерттеу жұмыстары да беріледі. Тәжірибелік жұмыстар жұпта орындалғандары дұрыс. Презентация қорғау ауқымды конференция түрінде өткізіледі. Оқушыларға өтілген тақырыптар бойынша презентация қорғау арқылы білімдерін қорытындылайды. Жұптық жұмыстарға берілетін тапсырмалардың түрлері Фрейер әдісі және Гамбургер әдісі. Авторлық бағдарламаның толық нұсқасын QR түрінде көрсетіп отырмыз. Егер сіздерге қызық болатын болса, осыны сканерлеу арқылы көрсеңіздер болады. Бұл жерде КМЖ-сы және КТЖ-сы толық берілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Айнагүл хатына көп рахмет. Құрметті әріптестер, бізде сол онда 9 адам болған, жалпы бүгінгі тәжірибелік алаңға қатысатын 9-ды қорғап бітті. Енді аттестациядан аман-есен өтіңіздер, сіздерге сәттілік, келесі жұмыстарыңызға осымен зумымызды аяқтайық. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп рахмет.